Біз бәріміз шама шарқымызға қарай садақа береміз. Алла разылығы үшін және алған адам аздап болса да керегіне жарасыншы деген оймен. Біз азғантай деп ойлаған садақа сол кезде былай деп айтады екен: мен сенің қолыңда азғантай едім, сен мені садақа беру арқылы көбейттің. Мен сенің қолыңда қысқа едім, сен мені садақа беру арқылы ұзарттың. Мен сенің қолыңда қор едім, сен мені садақа беру арқылы құрметті еттің. Мен сенің қолыңда дұшпаның едім, сен мені садақа беру арқылы дос еттің. Енді мен сені қиямет күні дейін пәктеймін дейді. Қараңыз, азғантай ғана садақаның өзі қиямет күні дейін пәктеймін деп отыр. Ал егер шамаңыз жетіп, жағдайыңыз келіп, зекет берсеңіз, оның сауабы қаншалықты есе көп болатынын елестетіп көріңізші. Өкінішке орай, таудай сауапты емес, жинағаннан жырып біреуге бергенде табар пайдам не деп сұрайтындары көп. Малдарыңды зекет беру арқылы қорғаңдар, ауруларыңды садақа берумен емдеңдер, бастарына келетін пәлелерге дұғаларыңмен дайындалыңдар деген пайғамбардың хадисімен бұл сұрақтың жауабы тәмам дей салуға болар еді. Бірақ діннен алыс, бойларында, ойларында байлыққа деген қомағайлық меңдеп, қанағатсыздық жайлап, тәкаппарлану, паңдану сияқты жаман қылықтар билеген адамдарды бұл жауап қанағаттандыра қоймайтыны белгілі. Олай болса, басқа қырынан қарап көрелік. Бақ-дәулет Құдайдан дейді бабаларымыз. Құдайсыз қурай да сынбайды дегенді солар айтқан. Келсесіздер ғой. Олай болса, бай болу Құдайдың көмегімен, Құдайдың қалауымен екен. Алла тағала мол рызық несібе берді. Бай қуатты болдыңыз. Завод, фабрика, бірнеше қабатты сауда үйін салдыңыз. Басқа да жетістіктерге қол жеткіздіңіз. Тағы қайталап айтайық, Алланың қалауымен. Содан бір күні сауда үйіңіз өртенді. Біреулер бір адамдардың салғырттығынан десе, біреулер конкуренттердің ісі деп болжайды. Тағы басқа толып жатқан себептер айтылады. Байдың дүниесі өртенсе, кедейдің сіріңкесін кінәлайтын әдетіміз тағы бар. Енді қараңыз, Құдайсыз қурайда сынбайды деген бұрынғылардың сөзіне жүгінсек, өрттің шығуына Құдайдың қатысы бар болды. Олай болса, сонша байлықты беріп, неге өртеніп кетуіне жол берді деген сауал туындайды. Міне осы жерде пайғамбарымыздың малдарыңыз зекет беру арқылы қорғаңдар деген сөзі алдыға шығады. Яғни зекет бермегендіктен бақылаусыз, қорғансыз қалды. Өртке оранды немесе ұры қарының қолында кетті. Түйіндеп айтсақ, өзіңізді мұсылманмын дей тұра, жағдайыңыз келе тұра, дүние мүлкіңіз зекет мөлшеріне тола тұра, 5 парыздың біріне жүре қарасаңыз, арманыңыз ішіңізде, бармағыңыз тісіңізде кететіні анық. Сақтанғанды сақтаймын деген жаратушының сөзі осындайда айтылған. Зекеттің тағы бір қыры байлығыңыз сақтап қана қоймайды, дұшпандарыңыздың көкейіндегі көре алмаушылық пен қызғаныш сезімін жояды. Олай болса, зекет берген адамдардың ғибадаты қабыл болып, байлықтары көбейіп, берекесі артып, барлық күнәлардан арылып, дүние мүліктерін, мал жандарын, шаңырақтарын періштелер қоршап қорғап, барлық істерін Алла тағала қолдап жүрсін.